Сәлем достар, бүгін осындай ерекше құймақтың түрі, яғни жолақ құймақтар дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналды қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Бұндай құймақтың түрі әсіресе балаларға қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріп, балаларыңызды таң қалдырсаңыз болады. Ал жасауға кірісеміз. Ең алдымен 150 мг сүт құйып аламыз ыдысқа. Одан кейін 150 мг кез келген майлылықта айран құямыз. Шым-шым тұз қосамыз. Одан кейін 5 ас қасық қант қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. 2 жұмыртқамызды қосамыз. Одан кейін 4 ас қасық сұйық май, яғни шемішке майын қосамыз. Үнемі араластырып отыру керек. 150 грамм ұнымызды қосамыз. Масса қоюлау болу керек, өйткені бұдан кейін тағы да үстіне су қосатын боламыз. Сізде венчик болса, венчикпен араластырған өте ыңғайлы. Менде болмағандықтан қасықтың көмегімен араластырып жатырмын. Міне қайнаған ып-ыстық суға 1 шай қасық нан содасын қосып, массаны үнемі араластырып отырып, суымызды құямыз. Тезірек біркелкі араласу үшін және де ешқандай түйіршік қалмас үшін мен миксердің көмегімен осылай араластырып шықтым. Сізде солай жасасаңыз тез болады. Міне массамыз дайын, қатты қою емес, қатты сұйық емес, осындай сұйықтықта болады. Енді бір ыдысымызға кішкене бөлігін құйып, оған 2 шай қасық какао ұнтағын қосамыз. Түйіршік қалмайтындай оны да жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Енді кез келген бутылкаға, кішкентай бутылка болғаны ыңғайлы, құямыз. Осындай соска тәріздес крышкамен болғаны ыңғайлы. Егер де ондай крышка болмаса, онда кез келген крышканы тесіп алсаңыз болады. Міне қызып тұрған табамызға какао қосылған массаны осылай құйып шығамыз. Үстінен ақ қоспамызды, қамырымызды құямыз. Піскеннен кейін осылай аударып шығамыз. Осылайша барлық құймақтарды пісіріп шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ, тез дайын болады. Міне құймақтарымыз дайын болды. Ішіне кез келген салма салсаңыз да болады. Немесе мен сияқты салмасыз сгущенкамен немесе қаймақпен ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоның соңына дейін қарап шыққаныңыз үшін, назарыңыз үшін мыңда бір алғыс. Сіздермен бірге болған Диляра.